Айтып төрәлігінде Есау класс соған алған жастар арасында, келесектер арасында турнир барады. Турнирдің ұйымдастырушы өкілдеріміз өздеріңіз жаса. Енді басқармамыз жақсылап ойлаңыздар, толықта керек жақсылап тамашалап, аяқ қолдан тауып алма десе жақсылап өткізуді сәттілік мәлімет. Kızları düğünün kolunda, balanın olup balanın terbiyeleri, uldara altın kolunda göz şırmını alıp, Найзаның күшімен, білектің күшімен, Лоңбайда осы Қазақстанның жиын қорғаған тек ұрпақтың балалары сіздерге Қарағанды қаласының Қазбек би ұрпағының атынан жалында сәлем. Шақырма алдында Әкімбек бір әулетінде үлкен асып етіп жатыр, қабыл болсын. Волейболдан үлкен сайыс өтіп жатыр, сәтті болсын. Ең мықты, ең күштілер жеңсін. Сіздердің ойындарыңызға сәттілік. Тыныш болсын. Мына жастар келешек сіздердікі. Сондықтан осы Қазақстанымызда спорт дами берсін. Кезінде қазақ халқы баласын 5 жасынан бастап атқа мініп үйреткен, өйткені жау келіп қалса, қашатын болса қашып көріп, ал балалары ер азаматтары ең қорғай өсінде. Біз аның кезінде Мәскеуде оқығанбыз. Ұмытпаңыздар осы. Қандай қалың ұрпақ екенбіз. Қазақ болғанымызға қуанайық. Сондықтан келешек сіздерге Қазақстанды дамыта беріңіздер. Қапал жарысынан келген біздің жиен шаруаларымыздың ұрпақ жалғасуы көкемізге сөз берейік. Ассалаумағалейкум. Қалыңыз құтты болсын. Әр уақытта осы бізде отырғанда жүре берейік. Нағашымыздар ұйымдасқандарыңыз құтты болсын. Әр уақытта бізде жүре берейік. Президент болсын, жемісті болсын, елдегі зор болсын, тек алға жақсы болсын. Облыстық жарыс болып, мына біздің ветеринар достарымыздар республикасы, біздің жан-жақта облыстың екен. Түркос ауданының бейімден бедері жігіттері бүгін Әкімбек төрәлігінде басымыз қосылып, көз түгел әр уақыттарды еске алып жесіне дегендеріңізге қош келіпсіздер. Бүгінгі жарысымыз біздің ауылымыздың белді азаматы алдан бастаған командалар құдаласа сіздердің ауылыңыз бөліп жақсы өтуіне бір кісіге атсалысамыз. Қош келіпсіздер. Мына осы топты осы ауылдың нағыз бапкері, жанашыры Түркос ауданының аманға тапсырады. Ал бүгінгі жарысқа 7 команда келді. Бәрі қосылды. 8 команда кезекке бөлеміз ол бөліп кетсек. Мына жерде ойын қызбай деп тұр. Бірінші топ Тұрар Машар, бірінші бастау Жабағылы 3, Темір бастау Жабағылы және Жабағылы. Қазір бірінші ойын Тұрар Машар.
Allahu Ekber. La ilahe illallah. Я коленки отырады. Қалайсыз? Аман есен. Қалайсыздар? Қалайсыздар? Әлі бұл жерді бастан. Biz tarafında yarışmamız Salmatsızlar kaldılar. Milli tamam mı? Қалай денсаулықтарың? Аман есен. Шаршамай жақсы жеттіңдер.
Bol diye kazan gezdi çıkarıyor. Çıkaramayız. Güzel bol deri bir almış. Hadi narta yapalım. Yıldız oldu. Anamızı gitmiş. Hadi eyvallah. Bir sırayla yiyin. O yerin çakma. Yok уже, vaqt bo'lmasa da aytdim. Kudagılar gelecek. Treniyerim bu anlayın. Pankreasyondan birgen elitte. Niyetlerim kalmasın. Sağ olasın.
Kalktan görelim. Ye baba. Gelin. Neyle? Tamam, kandır. Onu şunu kandır жақсы ма? Айдайдық kandır. Көбілі сізді тыш отырабызды, бізді тайжық болғымыз деген. Жоғалатамыз ба? Bir, iki, üç, dört. Құрметті ағайын, құда жекжат, сырттағы туыстар, ағайын бауырлар, барлықтарыңыз ішке кіріп, төрден орнынан жайғасыңыздар. Бісміллә деп келген ниеттеріңіз қабыл болсын. Алла Тағала осы әулеттің жасап жатқан иман, ихсанның берекесін Алла өзі қабыл етсін. Келіңіздер, жайғасыңыздар. Çoğunu da sizdir, ahır otursanız. Manekler. Ama böyle oluyor. Assalamualaikum. Жайғасыңыздар. Мына бүгінгі үлкен әулеттің
Onu жүз сірген ақкөңілдіктерден беріп жатқан жабағындағы жиыны берекелі болсын. Мен Серік ағам үлкендердің батасын алайын үшін. Уәди құдамыз, Кеңес көкеміз, Оразбек көкеміз дейді осы үш кісінің аумин деп жиынның батасын алайық. Содан кейін ары қарай Құдайымызды, жиынымызды бісмилла деп жалғастырамыз. Аумин. Аумин десеңіз бізге бата берейін мен сіздерге. Аумин деп қолың жай мен бір бата берейін дегенде бата не дейін? Әуелі Құдай оңдасын, әулиелер қолдасын. Малың менен басыңа еш жамандық болмасын. Ас бергенге бас берсін, өмір ұзақ жас берсін. Кетпес дәулет, кең пейіл берсін. Бүгінгі арнайы жасап отырған ниеттеріміз қабыл болсын. Аумин. Ал, құрметті ағайындар, бісмилла деп жиынымыз бастайық. Үлкен жиын Алла Серік ағамыздың айтылметтер әулетінің ниетін қабыл етсін. Енді кезеңген жиын қасиетті Құран кәрім аяттарымен басталады ғой. Оның үстіне осында болды екендер қатыр Құран сөйлеп жатыр екен. Сондықтан осы ауылымыздың ас имамы Хашим болды екен. Өзіңіз Құран оқып, қатыр Құранның дұғасын жасасаңыз деген ниеттеміз. Сондықтан бісмилла деп осы Құранымызды оқытып алайық, ары қарай жалғаймыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو اللذيذ الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها لها شفيحا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألتهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير
وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم وابشروا به إنهم عليم بذات الصدور بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعلنا الإمام والنور والهدى اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة الليل أطراف النهار واجعلنا حجة يا رب العالمين يا ربنا كريم يا الله o'zining xasiyat Qur'on oyatlaridan xatm etilgan arnay xatm etilgan savobdan Qur'on oyatlaridan hasbuat savobdir La ilahe illallah Muhammed Resulullah etken başa ata-onalar nuhuna mo'min musulmonlar nuhuna vaqtdan Cenab-ı Oza Xudoy asli bergan aytib kelayotgan ishorani qanday ata-onalarimiz Nabiyet ata Nabiyetullah Aytibetullah Azza Arzugul Aytibetullah Aşibek Aytibetullah Adem Kenjebek kızı Jamal Rüstembek kızı Nargül Adenullah Asadullah Adenullah Şükür Orozbek Ullah Abzal Aytibek kızı Avskul Lesbay Ullah Zban Lesbay Ullah Skan Tortay kızı Hanjayın Skanullah Yüzjasar Skanullah Yüzbay Skanullah Bauırjan Erkbek Ullah Aşirbek Sambet Ali kızı Fatima meni ata-atalık kalıp ketken marhumların ruhuna başlar. Allah kıla oksizlerin bu dünyelik bilip kanunlarım kadeliklerin yaşım habr azap doluğunun kar öz rahım şefaatini al nağılkan namazları olsağın oruçlarını sağın bergen zeket sadakalarını sağın Allah Teala ezilen cennetten firdaus cennetine nasip etsin. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين Amin. Allahu Ekber. Allah Teala okulan Kur'an'ı marhumların tarafından жасалған хатым Құранды оның дұғасын өз дәргейінде қабыл етсін деп тілейміз. Енді құрметті ағайындар, мына бісміллә деп жайылған дастарханнан, алдарыңызға қойылған астан, ең бастысы атамастан бісміллә деп алыңыздар. Бүгін Ордалы оңтүстікте құм қонған Түлкібастың төрінде, Алатаудың етегінде Ұлы жүз сірген ақкөңілдіктердің елінде, оның ішінде елге белгілі, қадірлі Айтымбетов деп әулетінде қорқа болсын. Артында іздеушісі жоқ емес, іздеушісі бар екен, сауаптамал барып тұрсын деген ниетпен міне осы Айтымбетов деп әулеті Серік ағамыз өзі бас болып, осы ағайын туыстың, құда жекжаттың, ауыл аймақтың басын қосып жатыр.
Ниеттеріңіз қабыл болсын дейміз. Мына түске дейін мектепте волейболдан жарыс өтті аға. Волейболдан жарыс өткізді үлкен. Міне әйтеуір жастарды спортты қолдауға да үлкен көңіл бөліп жатыр. Сондықтан бүгінгі жиын иншалла Алланың құзырында қабыл болған жиындардан болса екен деген ниетіміз бар. Алдында сөзді бастасақ, қалмайтын тілмен жақ шығар. Жиынның алса тізгінін ол да бір қонған бақ шығар. Ақыны елдің сөйлесе барысын соған тапсырар. Берекелі ел едік, берекелі ел едік. Бісмілламен іс бастап, жақсылықпен бас ұрар. Осы жиынға келген ассалаумағалейкум, армысын жайсан жақсылар деп өздеріңізбен бір амандасып алайық. Енді мына келіп жатқан қонақтардың легі толастамай жатыр. Келіп жайғастырсаңыздар, мынау енді үлкен әулет, құт қонған әулет, берекелі әулет, құда жекжат бар, ағайын туыс бар дегендей міне әлі келетін қонақтардың қарасы үзілмей жатыр. Сондықтан осы үлкен кісілердің барлығын жайғастырып алсақ, жайғасыңыздар, отырыңыздар. Құдай қаласа, жаңа Хашим молда екен Құранмен бастады ғой басын, хатым Құранмен бастады, дұғасын жасады. Сол Құранның ішінде болдыңыздар, әумин деп бет сипадыңыздар. Иншалла сіздер де осы бір сауапты істің бел ортасында жүр деп есептейміз. Енді құрметті ағайындар, мынау төрге қарай қарасаңыздар, енді лед экран жоқ екен бұл жерде. Бірақ мынау жігіттер заманауи қазіргі заман ғой енді. Мына стенаға видеоролик дайындап, соны сіздерге қойып берсе деп жатыр. Сондықтан отырып алып, асықпай, астан алып отырып, осы әулет жайлы, марқұм болған кісілер жайлы бір еске алу видеоролигін тамашаласаңыздар деген ниеттеміз. Мына светтерді
менің видеоролик слайдтар тамашаладыңыздар. Енді еске алу кеші ғой, бір сәт марқұмдарды еске алып деген секілді бір жылы көңілмен дұға жасап қойсаңыздар. Енді бүгін Айтымбетовтер әулеті атап айтқанда осы әулеттен үлкен апамыз Жамал апамыздың рухына, Наркүл апамызды, Шүкір атамызды және жастай марқұм болған бауырымыз Абзал ағамызды еске алып, атап тұрып еске алып Құран бағыштап жатыр. Сондықтан осы бағыштап жатқан Құрандары қабыл болсын дейміз. Енді кейде мынау ас жиындарға барсақ, той сияқты болып кетіп жатады. Тос беріліп жатады, сөйлеп жатады. Еске алған жақсы ғой енді марқұмдарды. Жақсы қасиетін еске алсақ, жақсы жағынан еске алсақ, елге өнеге болатын бір біз білмейтін сәттерін еске алсақ, ол иншалла ешқандай оқасы жоқ. Бірақ жаңа кейде тойға ұласып, той сияқты болып кетпесін дегенде мынау молдебектер тарапынан ұсыныс болып жатыр. Десе де сонау алыстан келген біздің құдаларымыз бар. Сол кісілердің бір-екі ауыз тілегін, батасын, ниетін тыңдайық деген ниетпен осы Қайырбек құданы ортаға шақырайық па, бара саламыз ба? Қасына бара салайық, Қайырбек құдамызды осында Нарқозы құдамыз бар, Уәлихан құдамыз бар, Кеңеш жеңшеміз, Гүлшат құдағиымыз, Исабек құдамыз дейді. Осы бір шама осы құдағилардың үлкендердің бір ақ бата тілегін алайық. Содан ары қарай жиынымызды жалғастырамыз. Қайырбек құдамыз. Ассалаумағалейкум, құрметті асқа жиналған қауым, қадамдарыңыз сауықтан болсын. Бүгін міне Айтымбетовтер әулетінде үлкен ас беріліп жатыр. Енді өлі ырза болмай тірі байымайды деген қазақтың дәстүрі. Осыдан 4-5 ай бұрын құда сеген құдайласып, сауын айтып, осындай ас берілетін ескертіп айтып, сол бастан жинақталып, ниет қылып, осы асқа қатысып отқан жайымыз бар. Бүгінгі асқа қарап отырсақ, бір шет Алматы, Астана деп, мен енді Қарағандыдағы құдасы боламын. Ат артып, сол жерден келіп отырмыз арнайы. Ас қабыл болсын, оқытып жатқан дұғаның бәрі, айтылып жатқан тілектің бәрі қабыл болсын. Бұл тілектердің ішіндеміз. Енді қазақта сөз бар ғой, қатын жолда, бала белде, бауыр табылмайды деп. Сол артында қалған ұрпағы еске түсіріп, осындай ағайын туыстың басын бүгін міне осындай ас беріп жатыр. Бұл астың ерекше бір қазақ үшін салты бар, дәстүрі бар. Ас беріледі, бірнеше жыл өткеннен кейін еске түсіру мақсатында ол марқұмдар көзі тірісінде балалары, немерелері мүмкін көрген шығар, мүмкін көрмеген шығар, кәсіп болған шығар. Бұл аста сол кісілерді еске түсіріп, көрген кісілер жақсы қасиеттерін айтып, кейін ұрпақтар біліп жүрсін деп осындай ас беріледі. Бұл іс-шараның негізгі түп түйіні осында. Қазақ халқы тәрбиелік жағына ұрпақтың келешегі үшін осындай іс-шараны жиі ұйымдастырған. Сондықтан артында қалған ұрпақтар аман болсын. Бұл енді марқұмдарды мен көрген жоқпын. Құда болғанына 3 жыл болды. Сол балалардың арқасында алыстағы екі рулы ел құда болып жатырмыз. Мен енді сонау Қазыбекби бабаның ұрпағы боламын. Қарағанды қарқаралы жері негізгі ата қонысымыз, бірақ өзіміздің Қарағандыда тұрамын. Енді осы әулеттің құда болған өзі қуанам. Екіншіден енді бізде мынау зейнетке жасына келіп қалдық. Бір шамалы айлардан кейін 63-ке толамыз. Өмірдің ащысын, тұщысын бәрін көрдік. Сонда өмірден көргенім менің Шымкент жері, Түркістан облысы ерекше жер. Қазақтың салт дәстүрін қаймақ бұзылмаған жер. Сізде бұл жағынан бүкіл облыстардан озып тұрған жағдай бар. Оны мойындау керек.
Biz endi qaragan yer o'ris bo'lib ketgan, azab Allohdan yetim solay aralashib ketgan. Sondan ko'p narsani sizlardan biz o'rganamiz, bilib tutamiz. Sondan osmonday aslarimiz har qalay жалғасын tabi bersin, жақсы дәстүрді жалғасын tabi bersin. Бүкіл Қазақстан бөлігі болып алдында осылай көш бастап жүре беріңіздер. Қазағымыз аман болсын. Қазақ болып туғанға әрбір адам мақтану керек. Біздің қазақ текті халық. Жақсының қадірін біле білген, жақсы жермен құла болуға тырысқан, балаларына тек жерде құлауға тырысқан. Міне сондай халықтың ұрпағымыз. Сондан секе балаларымыз бақытты болсын. Оқытып жатқан енді марқұмдардың бұл дүниеде біліп білмес деген қателіктер болса Алла кешіріп, Алла ақырет күні мынау қабір азабынан сақтап, жандары жәннатта болсын, топырақтан торқа болсын. Сіздердің беріп жатқан астарыңыздың Алла есесін бере берсін. Ағайын туыстың ауыз біршілігіміз басын. Бұл әулетті біз мына Оразбек ақсақалдан бастап білеміз. Үлкеніміз сыйлап, сондай үйімдіршілікке келескен әулет. Сондықтан сол үйімдіршіліктерін бұзбай, ылғи осындай жақсылықта амандықта кездесуге Алла нәсіп етсін. Астың арты үлкен тойларға жалғассын. Рахмет. Аумин. Алла разы болсын. Ал, мынау үлкен астарын жіберейік. Кеңес көкеміз астың батасын берсін. Бастың батасын берсін, астың батасын берсін. Кеңес көкеміз. Қай жақта? Аумин. Енді біріншіден кешегі дүниеден менің алтын ағам Әлішбек, Әден ағам, Жаман Жөші, Нартай деп айтылады. Енді мынау Әлішбекпенен Нартай қайдан шықты десе ғой, көрсі келіп. Содан қалған ұрпақтар өмірі берсін. Өмірлері одан әрі келе берсін, аспаптың қазандары қалай берсін. Тәңірі жамадың көрсетпесе ел берсе, әрсі көкімден насыдан қалған ұрпақты силай берсін. Аумин. Аллаху акбар. Рахмет ақсақал. Алла жар болсын. Ал Мауланың имам кәмір оны деген екен болып қойғасы болсын. Алла үлкен асты, Қаратай, құрметті жақсылар, үлкен ас келіп жатыр, бастан алыңыздар. Жаңа сонау Арқаман, жер төресі Қарқаманнан келген біздің қайырмен құрамыз жақсы сөз сөйледі. Құда болып, ел болып, жел болып, ал онал оңтүстіктен көп нәрсе үйреніп жатырмызды. Сондықтан Алла разы болсын. Үлкен емес, молдадан үлкен емес. Сондықтан осы қазақ қай кезде де асты қадірлеген, басты қадірлеген, сыйлы қонағына, қадірлі қонағына байлаудағы жалғыз атын сойып берген еліміз ғой. Сондықтан осындай бір берекелі жиынның басында қосылып жатқан басымыз берекелі жақсылыққа жайылған дастарханнан болсын деп тілейміз. Енді мынау қазақтың әдемі сөзі бар ғой. Өзі ас келген кезде қазақты мазалама, сосын жаңа қасқырды мазалама деп қоямыз. Сіздер ас келіп жатқан кезде астың үлкенінен алып отырыңыздар. Біз мынау Шымкенттен сондай бір тамаша қазақтың жыр термелерін насихаттап жүрген өзі ұстаз, Қаратау дәстүрлі мектебі деген үлкен мектептің ұстазы, үлкен ұстаздардың алдын көрген, өзі де қазір ұстаз болып талай жастарға тәрбие беріп жүрген Елдәулет Ибраев деген үлкен жыршы термеші ұлдарыңыз келіп отыр. Майлықожа атамыздың ата-ананың қадірі деген керемет терме бар. Естіген адам көзіне жас алмай тыңдау мүмкін емес. Сол Майлықожа атамыздың әдемі термесін сіздерге термелеп берсін. Сіздер үлкен астан алып отырып
балаға деген ықласын санаға салып байқайын. Есіңе түссін елді қаз басқан қадам тәйтәйін, ер жеткен соңнан сайсын, атаң менен анаңның адам бол деген айқайын. Әзір аят хадистен ырзалғай алғанын, майлы қожа бабандай сабасын сөздің шайқайын. Ал туғаныңда қуанған, дүние малын бұланған, аман болса балам деп Алладан мәдет сұранған. Жәрдеміне жалаған, қабағына қараған, жолаушы болып кеткенде сағынып келген даладан. Мәнесі баққай міндірген, шанасар кейден кейдерген, қармашар деп кәмәк бол алдына тамақ үйдірген. Иықына міндірген, жерге қимай қойларға, етегіне сүйдірген, олқы секіл қымырын әуелден құдай идірген. Мектепке беріп жасында танытып құлға білдірген, жыласаң көңай жүдеген, қуансаң тасып үдеген. Көркіне көмісіп Алланың, ай 9 ай 10 күн көтерген, мехнат тартқан төтенмен еңбегінде етілген. Зиярат қылып сыйласаң кем емес құла мекеннен. Қадірін оның білмесең, қызметінде жүрмесең, арамыз адам болғанын ұрғаны Құдай жетеңден. Жақсылық қылған түріңе, жамандық қылсаң түріде жазаңды Алла тартқызар, орын жоқ жәннат мекеннен. Ай аузыңа ақ сүт емізген, шайнап тамақ жегізген, осы бір жарық дүнияға себепкер болып келгізген. Құйрық шайнап аймай берген, құлдақтап жерден жай берген, оның қылған қызметін күнменен жұлдыз ай көрген. Анандай ғазиз мейірбан табылар саған қай жерден. Аңылдап даусың шыққанда, шықпаған жырақ қасыңнан, күйзеліп жанай ашыған. Қараңғыда жыласаң, таныған көрмей даусыңнан, мейіріңді суға қандырған мехрибан бар ма осыдан. Алла пайғамбардан соң күллі жағдай досыңнан, қияметке кеткенше, өлшеулі өмір өткенше, көбелектей айналып пәруана болған басыңнан. Аяқ етегін сарылтқан, ерніңе емшек дарытқан, қарныңа қорек барытқан, беліңмен батып болған сан шеркенбей жолы барытқан. Мұздай дамесек таянған, жыласаң шошып оянған, анандай қамқор бар мекен, жаныңа жақын саянған. Оның қызметісі не болар жақын аянған, аязды күні айналып, бұлытты күні бұрылған, жас нәресте күнінде қайғылып келген қырымнан. Ай ыстық менен суыққа перзенті үшін құрылған, дүнияда Құдай жаратқан мехрибан қалап бұрыннан. Тарғызағын кеңіткен, тасем шекін жібіткен, аңылдап жатып аурусаң, жарымда жасын кеміткен. Айналайын деген жан жүйемді еріткен, бұл күйіп аша алғанда, ананда өлмес болсай шай, анасы кетіп қасыретін, балада өлмес болсай шай. Шер жүрек болып артындау, қалада бермес болсай шай, қапа болып көңілім, налада өлмес болсай шай. Әр перзент Құдайым жетімді қылмас болсай шай, ананың қадірін ұл мен қыз
Ой, бәрекелді, үлкен рахмет. Ердәулет деген термеш ұлдарымыз. 748 Passat деген көліктің иесі. Өтміш көліктеріңізді алсаңыздар, насан кедергісін жасап тұр екен. Енді мен мынау алыстан келген құдекеңдерді бір жаңалық тілеген ниетін тыңдай. Содан кейін мынау орталықтан, ауданнан келіп жатқан біздің ағамыз, ұстазымыз Кәрім Молдекен осы ел жұртқа жиналған ағайынға уағыз насихатын, өнегелі сөзін айтса деген ниеттеміз. Өтпелейін. Жаңа қайырлы құрамыздың бір ақшарқын жүйе жауап сөзін тыңдадық. Енді осында Нарқозы құлағыз бар дейді. Нарқозы құдекең қайсы екен? Мажықта ма? Біз Нарқозы құдекеңнің бір ауыз тілегін, ниетін, ақбатасын тыңдадық. Құрметті Сергей әулеті айналайындар, ең сәтішіға ұзақырғалардың өсісін қатысының қосын айналайындар. Үректің Әулетке қауымынан қамыр еді, ереген тербет түседі, ең қымат болды, ең болдым, осы ауыл тасқар, көй береді, жинар тасқар жұмазуар седі, солардың қарасы бақтарын көріп отырсыны, қызары ұлдары қайды, соның қысын болады, соның азаматын азға шөп айналайын, діртулерімізді жақсы қосын айналайын. Сол күштен өмірге келген шүр деген ұлы бар еді, оған атқарса болмас бүгін. Шүр деген қазақтың бір тұма ұлы еді айналайын. Қазақ десе ең кішкен асы еге қояқ азамат еді, ертеге кетіп қалды айналайын. Осында құластан болған айналайын, есі алып қосшы. Шүрдің кеттігі жақсылығы алды айналайын. Артынағы ұл қызары шүр сияқты өсіп айналайын. Осы қазақтың кеттігі жақсылық болсын, тойы болсын айналайын. Сізге рахмет айналайын. Рахмет, Алла разы болсын құлеке. Енді қауының орын көп қой қашанда. Сондықтан ағамыз айтып жатыр, сенің ағамыз осы құлекеңдердің бір етін батасын тілегін тыңдамасақ болмайды деп. Осында енді Әлихан құрамыз келіп отырген төрімізге, сол Әлихан құрамызға сөзді тегіндеймін. Құрметті құдалар, бүгінгі біздің Құрауымызда елімізден әскердер бір шөзі. Ниеттеріміз қабыл болсын біріншіден. Нәрсетті, құрауында, шұқылғанда таңы көргенбіз. Екі құрау етті көргенбіз. Құрауын дастарханда шай ішкенбіз. Одан кейінгі жаңа абзал жиентінде енді жаңа аталған көп адамдардың енді жаңа кетіп басатын көргенбіз. Қазір өсі өмір мәселе құралылардың ниет қылып, ақырылықтарын үлкен дастарханда отырмыз, ниеттер қабыл болсын. Жақсы кісілер еді, ниет құрған ниеттер өте бізді сыйлайтын. Ол кезде біздер шашпаға едік. Ол кісілер жеткенге біздер сол күндер қартпағы қырқыныздегі кісілер едік. Мінекей содан бері бәлен уақыт өтіп, мінекей рахмет ол қызларына бәрі жиналып, ата-аналарын еске алып, бауырларын еске алып, үлкен отырыс жасалатын ниеттер қабыл болсын. Енді айтымыздың сөздерін қарсыздар да көп, көпшілік айтатын, астанбай айтатын сөз соған ниеті қабыл болын, мараттар асыл болып, елдеріміздің түйсік болсын, қалайсы ауылдар болсын, келетін нәрсе өзінің уақытында келсін. Елімізде түйсік болсын, күндермен Қазақстанда жаманшылық болмай, көргендеріміз той болып, ниеттеріңіз қабыл болсын. Рахмет, Әлиханға, Алла разы болсын. Ниетіңізге құланың ескісі жақсы дейді, достың ескісі жақсы дейді қазақ. Сондықтан мен сонау көпті көрген, ілгеріден, ежелден бері құда болып келе жатқан кісілер осы көп нәрсенің қадірін біледі, Алла разы болсын. Енді осында Гүлшах деген құдағиымыз бір ауыз тілек берсек деп жатыр. Апамыз, құдағиымыз. Біздің ең қымбатты құдағиларымыз сіздердің көргендеріңізге қош көріп қуанып жатырмыз.
Yazıklara, gençliğiyle, bugün Osmanlı'da öğretildiğinde, Arazlıkla, Kural'la, Sirk'la, men Kural, kızın alып отырмын, Сахар'la, елді қарттар, Захар Евсем, сіздерге ризамыз. Осындай сіздер сияқты жақсы адамдармен кездесіп құлақ болғаныңызға Аллаға шүкір. Енді бүгін үлкен тойларға болып жатсақ мүлде қаймағы бұзылмаған Шымкенттің жерінде Түркібастың елінде жерінде дегендей сіздердің елге үлкен ашқа келіп отырмыз. Деген тілектеріңіз қабыл болсын, осы отырған құранымыз осы ата-бабаларға туған туыстарға тие берсін. Бұл кісілердің жаттан жерге жайып жанында болсын, жабы тоқа болсын. Алды пеш, алды кенш болатында ұрпақтар аман болсын. Өзі күш тұрғаны ел осы біраз уақыт бойы бұл сөзден өткеннен біз құдағым, мен құдағым алып жаңағы елу жылден жаңағы біз құдағым алып 25 жылдықтан ширек қасыға жетіп қалыпты. Сондықтан шүкір құдағым өте жақсы көретін бір бауырымыз сияқты, ініміз сияқты алматыдан тұрды жанымызда бірімізбен жақсы араласып өстіп балалардың өстіп көргенін барлықтарымыз үйлерімізде тек қана тойларға жақсылықтарға кездесіп жүрдік. Енді ары қарай өстіп тойларға келейік, қуанышқа келейік. Мына үлкен берілген ас сенімділер қабыл болсын, берекелі болсын, артынан ұрпақтар аман болып сіздерге Алла тағала зор денсаулық, бақытты өмір берсін. Барлықтарыңызды жерден тойда кездестіре жазсын. Мына жерде ең құлағидан сәлем сіздерге. Өте қаламсиялықтар астанаға келіп отырып, құлағиын мешітте тұрған шәрипат құлағиын сіздерге бәрімізге сәлем, осы сарбайған құлағиын осына құлағар сіздерге тура келейік, балаларымыз өсті, жақсылықтан болайық, қуаныштығымыз көп болсын. Алла барлықтарыңызға разы болсын. Айналайын сенде осы істеген үлкен істерім Алладан қайтсын жаным. Рахмет айналайын. Рахмет құдағи, Алла разы болсын. Етіңізге, пейіліңізге, ақ батаңызға Алла разы болсын. Енді осына мынау әкең өлсе де әкеңнің көзін көрген өлмесін дейді. Бақыт болып кеткен кісілердің көзін көрген, осы ауылда үлкен қариялар, ақсақалдар бар. Осы жаңа шүкір атамыздың көзін көрген, осында халық туған Сәтбай көкеміз, сол Сәтбай көкемізге бір ауыз сөздік кезегін беріп, тілегін тыңдасақ дейміз. Қазақ халқының ғасырдан бой жасап жатқан дәстүрі ата-бабаларды еске алып, рухына тағзым жасап, ас беріп, құран бағыштап, дәстүр жалғастыру керек. Сонда мен өте өзіме риза болдым. Үлкен әуе жол бойында абай деген ауыл бар. Соңында бәріміз бүкіл туыстық құба асырына шүкір марқұм серік сол ауылда бәріміз оқыдық, азамат болып қалыптастық. Әдет көкекті көрдік, Матай апаны көрдік, қолынан дәм таттық. Sonra bu topraktım, esnaf, ondan asaflarının ağabeyimiz, Türkiye'de Özbaş Bey'in kampanyasını oldu. Ama en boyu bu kampanyayı görüyorum, halk elde şiddet dönüyorlar. Sonuçlarsan Ahmet'di. O yüzden onun bir dakika Ahmet vardı. Yani o ayetimiz konuşmaktadır. Sevde olanlarına Allah'ımızda, atalarımızda istisafı, o kişilerin arvahları sizlerde kolda, yemin düşündür. Yakında yine de toyga ulaşsın diye.
Ол кісілердің жандары жәннатта болсын. Оны пейіште жалғызсын. Артынан ұрпақтарына Алла Тағала өмір берсін. Ас қабыл болсын. Әумин, рахмет көке. Алла разы болсын. Сіз ауырмаңыз. Отаңызда қасқайып жүре беріңіз. Енді осында күйеу бала болып келеді деген Сапар деген көкеміз. Bir ауыз тілегімді айтайын, bir ауыз сөз сөйлейін, естелігімді айтайын деп жатыр екен көке. Рахмет. Құрметті жамағат. Мен бұл әулетті білгелі 45 жылдан астам уақыт өтті. 45 жыл деген аз уақыт емес. Жамал апаны таныдым, Шүбір қайынымды таныдым, Абзал қайынымды таныдым. Ал енді Наркүл апаның орны мен үшін бөлік, ерекше. Мен тағдыр деген нәрсеге көп мойындымын. Тағы да қазақта айтады, Құдай пешенеге не жазды, соны көресің дейді. Мынандай ұғым бар. Жұт 7 айын деп жатыр. Соның қайсы жататын білмеймін, бірақ жетімдік пен жесірлікті соның бірі шығар деп ойлаймын. Жетімдікті мен көрсем, жесірлікті апам көрді. Апа, сіздің есіміңізді әке-шешеңіз орынды арнайы атаған екен, Наргүлдер. Алла тағалам иығыңызға күш түссе, нардай болып көтеріңіз, соны шыдай біліңіз деп артыңызды Наргүл болған екен. Мен әр уақытта сізге бас ием. Себебі мен күйеу бала болып келгенде апам абайында үйде тапсырға отырдым. Күйеу бала деген атым бар. Төрге шықпадым, босалып отырдым. Сонда апамның көргендігі, өмір көргендігі, білгендігі, айналайын Сапар, сен ел басқара жүрген азаматсың, босалға отырма. Менің досым бар, дұшпаным бар. Егер де бір өмірің кіріп қалса, сен босалға отырғаныңды көрсе, мынау кемпірде ешқандай көрмеген екен, ешқандай ешнәрседен хабары жоқ екен. Ел басқара жүрген азаматты босалға отырғызып қойған емес деп айтады. Сондықтан сенің орның мынау қайнағаның жанында құралда, сен босағада отырмайсың, төрде отырасың дейді. Мен сол кезден бастап апамды жақсы көре бастадым. Ал енді ел басқарып жүргеннен кейін Рахимаға былай дейді екен, балам, Сапар ел басқарып жүрген азамат, жағасы кірлемесін, кешке шаршап келеді, алдынан күліп шық, ол елдің азаматы деп қызына ақыл айтып жүрген апам еді. Ал енді апам былай дейді, балам айналайын Серік, егер де дүниеден ары бері болып өтіп кететін болса, сен асқа жылқы сой. Анау Сапардың достары келеді, Сапардың қызметкерлері келеді, ұят болмасын деп. Сонда мен ойлаймын, балалары бар, қыздары бар, олар бір төбе, мені бір төбе болып еркелеткеніне, осыншама дәрежеге шығарғанына мен апама ризамын. Апа, сіз былай деген сөзіңіз әлі есімде. Айналайын балаларым, айналайын қыздарым, о дүниеге мен тыныш жатсын десеңдер, тату болыңдар. Бұл енді апаның айтып кеткен өсиеті, апаның айтып кеткені. Біздерге күншелі бала сүйкімді деп бекер айтпайтын шығар. Апам марқұм үйден бізге тасиды. Сонда сұралатар қайнағам айтады, біреуін көрсетіп береді, біреуін көрсетпей береді. Әйтеуір саған тасиды деп тұрады. Сен жақсы көрмегенде апаның жақсы көреді. Бір жағынан апаның еркесі болдым. Апаның ең баласының, өз баласындай көретін баланың бірі болдым. Сондықтан мен осы артса бір ауыз апа туралы айтпауым
орынсыз деп есептеп, апаны еске алып, қандай нәрсені айтып отқаным осы. Жаңа жетімдік пенен жесірлік деп айтып отқан себебім, апамның басына сондай жесірлікті Алла тағала берді. Жетім де жалтақ болады, жесір де жалтақ болады. Енді апам жаңағы айтылған есімі нағдай болып, сол иығына түскен нәрсені көтере білді апам. Бекерге айтылмаған шығар, нағдай болған апамыз. Не істеймін осы шеттей боланы, қалай бағам деп, ішіне қиналса да сыртқа білдірмеді. Барлығын өзінің орнына қойды. Елдің балалары мотоцикл, елдің балалары велосипед мінбегенде, мына құрал көкем апамның арқасында Жигули мінген. Ол апамның барлық бейнеті, апамның осы балаларының алды болсын, елдің алды болсын деген үлкен ниеті. Сондықтан апа, жатқан жердің жайлы болсын, топырағыңыз торқа болсын. Артында қалған ұрпақтарыңыз өмірді ұзақ, дастархандар әр уақытта тек қана жақсылыққа жайсын. Айналайын ағайын, туған туыстары ниет қабыл болсын. Рахмет көке, апаңыздарды сағынып қалған екенсіз. Алла жатқан жерін жайлы етсін. Енді мына құрметті ағайын, біршама үлкен кісілер сөз сөйледі ғой. Енді осында елге уағыз насихат айтып жүрген үлкен ағамыз, ұстазымыз, наударының имамы Кәрім Молдекеңге берейін. Осы Молдекеңнің бір шариғи әңгімелерін тыңдайық. Содан кейін артынан алға Құран оқимыз, бата қыламыз, Құдай қаласа. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamu alaikum hurmetli jinalan ko'pchilik, ағайын, туған, туыс, бауырлар. Мына бүгінгі асқа ниеттес, тілектес болып келіп отқан туған туыстардан Алла разы болсын. Құдай әрқайсыларыңыздың қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Мынау енді ас деген білесіздер, байырғы біздің ата-бабамыздан, шариғатымыздан, дәстүрімізден келіп жатқан үлкен ғұрып. Мынау уақыттар, міне Аллаға шүкір, сол еске алып, туған туыстың басын қосып, ас беріп жатқан жағдайы бар. Алла тағала қабыл етсін, құрметті жамағат. Енді дана халқымыз айтады, мыңның бірі уәли, қырықтың бірі қыдыр дейді. Осы жерде қаншама кісілер жақсы ниеттерін айтып жатыр, тілектерін айтып жатыр. Абай атамыз айтады ғой, мынау негізгі адамның, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда жақсы хадис бар ғой, дүниеден өткен адамның артынан жақсы сөз айтыңдар, айтпаса үндемеңдер дейді. Сондай мына жақсы сөздерді айтып жатыр. Талай адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып, талай адам аяғын шалындырған. Өлді деп айтуға сияма, өлмейтіндей, өшпейтіндей артында із қалдырған демекші. Мына артында қалған туғандар, көз көргендер, әкең өлсе де әкеңнің көзін көрген өлмесін дейді. Сол көз көргендер жақсы ниетін, тілегін айтып жатыр. Алла тағала сол марқұмдарды Құдай алдынан жарылқасын. Ұрпақтарының бүгінгі жасаған Құдай ниеттерін Алла тағала қабыл етсін. Енді мынау дастархан басында болғандықтан ағайындар, жақсы мына қасиетті Құран кәрімде айтады, қандай той болсын, жиын болсын, Құдай тамақ болсын, сол жерде Алланың есімі аталса дейді. Алланы еске алса, Алланы зікір етсе, ол дейді отырыс дейді, хайырлы отырыс деген екен. Құдай тамақ болсын. Алла тағала қасиетті Құранда Астаузу билля фаскуруни аскурукум вашкуруни вала такфурун дейді. Мені еске алыңдар, мен де сендерді еске аламын дейді. Және де менің берген сол сияқты бүгінгі мынау сол аста сондай бір жақсы ниеттер, тілектер айтылып жатыр ағайындар. Алла тағала мына Құран оқытылып жатыр, хатым Құрандар оқытылып жатыр. Алла тағаланың құзырында қабыл болсын. Осы жерде, осы тұрғыда бір нәрсені айтқым келеді ағайындар. Ілгерде осы адам баласын жарататын кезде Алла тағала топырақтан сол кезде жер ана айтқан екен. Жер ана, я Аллахым,
осы топырақтан адам баласын жаратасың. Ол адамдар ертең күні тау күнәлармен келеді менің қойныма. Тау күнәлармен. Маған оны арқалау, маған оның жүгі ауыр болады деген екен. Сонда Алла Тағала айтқан екен, мен қиямет қайым жақындағанда Мұхаммед деген пайғамбар жаратам. Оған Құран түсірем депті, Құран. Кім сол дүниеден өткен марқұмдарының атынан мына маңдайын сәждеге қойып, Құдайдан алақанын жайып, Алладан дұға қылатын болса, таудай күнәлар жоқ болады деген Құран оқитын болса деген екен. Бүгін міне Құран оқытып жатыр. Пайғамбарымыз айтады, «Хайрукум ман таалламал Құран ва алламаху» дейді. Сендердің ішінде ең жақсыларың Құранды үйреніп, және оны үйреткендерің деген екен, оқығандарың. Құранның Аллах Тағала әрбір оқыған әрпіне 10 сауаптан 700 сауапқа шейін жазады екен. Және де Алла Тағала қасиеті Құранда былай дейді. Пайғамбарға айтады, «Ей Мұхаммед, айт, құлдарым менен сен жайлы сұрайды. Мен құлдарыма мына күре тамырынан да жақынмын. Жазбыш, естімейді. Маған маңдайын сәждеге қойып, алақан жайып менен дұға қылса, мен сол жайған алақан бос қайтаруға Құдай ұяламын деген екенмін. Сол сияқты бүгін баршамыз бұны жиналып, мынау артында қалған мына ұрпақтар сол дүниеден өткен марқұмдардың рухына сауап болсын деп Құран оқытып, сіздермен біздерді игі жақсылардың басын қосып мына ас беріп жатыр. Алла Тағала қабыл етсін астарын. Алла Тағаланың артында қалған ұрпақтары аман болсын. Құдай өмірлеріне береке, дендеріне саулық берсін. Ағайындар, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Құдай Тағалам қиямет қайымға шейін еліміздің ынтымағын, ауызбіршілігін сақтасын. Мынау Құдай саналы ғұмырымызды иман мен ислам мен құлшылықпен өтуді нәсіп етсін. Барша басып келген ағайын туғандардан Алла разы болсын. Енді уақытымызда өте шектеулі, тағы да шақырып қойған жерлеріміз бар, баратын жерлеріміз бар ағайындар. Және мына аға сізге ниеттеріңіз қабыл болсын иншалла. Серік, міне қара шаңырақтың ұстап отқан білдіріп болсын, Алла разы болсын. Бала шаған қызығыңды Құрал ағам сізге ақылайса, сіз соны орындап отқан кейін, апамның өсиеті бар дегенде Сапар ағамыз соны орындап болсын. Өзің бала шағаңа немере көрші, көршісі батырға тек сен разы болсын. Көп рахмет мына сіздің жасап отқан. Жақсылық болсын, арты той болсын, той боласын, жақсылық болсын. Рахмет, Алла разы болсын, Алла ниеттеріңіз қабыл етсін. Енді бір мен айтпасам болмай, дұрауыз тілегімді айтайын, естелігімді айтайын деген кісілерден бар ма екен? Мына жақ қол көтеріп жатыр көкеміз. Өзі дәл ризамын. Бұл осы Құралдан құдасылық. Ерлік мен төбелік айтайын дегенім, мен апаны көрмесем де, осы көп жақсы кісілерді естігем. Абайда да, өзім Абайдан болғаннан кейін, бір жерде Абай десе, естіп қалсам Абайда осы кісі тайыз ба десем, мен айтып отырмын. Иә, осылай болған, осы жағдай осылай болады. Жаңа ерлік нәрсекеннен кейін, сойылы тәрбиеленгеннен кейін тeu болады. Сол тәрбиені алып, апаны тәрбиесін алған. Аллаға шүкір, енді менің балам өзім баламда, бажаларда сол ерліктің есіне келіп, олар да намазды, олар да қажы елдегі барған семьяны, Құдайға шүкір, Аллаға шүкір. Айтайын дегенім, бұл тәрбиенің есі. Қандай жағдай болғанда да бір балықты, бір өзі сақтай білетін, осы Абайда да бірге біраз әңгіме бірген жерде қай жерде емамдарын айтып берген. Өте ақылды, өте жаңағы емаматты жігіт болды. Жатқан жер жәннатта болсын. Енді Абзалға келетін болса, Абзал балаңыз өте жақсы, сауықты, аз нәтсақтар болсын. Сәтен үйге, келгеніміз үйге қандай шығып. Бұл кезде сөйте жағдай, бұдан 20 жыл бұрын. Сол Абзалды қалай сәкемен қарағанын, қалай несін бұзбастан Айшаға қайтып келіп қараған көрді. Міне деді. Мынау мен қызым барған жер. Мына осы шықты, адамда екенде сөйлесі. Соны қарап отырды. Амаш адамдар, көрген адамдар, көрген адамдар. Енді, мынау сізге елегізіп, айтады ғой, жақсысын айтсын, отасын деді.
Бұл ой саладан қараған ең үлкен елден келіп жатқан әулеттік қайбарұлы. Біздің өзі династияны алдан жазғанына менің атам, Абу бабамыздың өзі ең үлкен сеперлі мынау жайда атының Қарағандыдан келген құдамыздың өзі тілегі бір түрлі өте жақсы айтып жатыр. Рахмет сіздерге, жақсы өтті. Алла разы болсын сіздерге. Рахмет, Алла разы болсын. Енді осында Атамбай деген қажы көкеміз отыр екен. Сол көкеміздің бір ауыз сөзін тыңдайық. Сонымен жиынды соңына қарай түйіндей бастаймыз. Рахмет. Алхамдулиллахи алейда құлағымыз десіп құрамыз жаңағы сапыр көкем айтқан болды ғой 45 жыл өтіреді 100 жылдан асып кеткен болған. Бұл апамыздың күйеулерінің қалың жігіттері. Жаңағы тоның үшіншісімен ағам, дүйсенбай ағамыз. Шайбай жеңгеміз. Құдайға шүкірді 2 жылдан асып қалдық құрбанымызға. Менің есіме қалғаны 82 жыл әскерден келдім. Жарым жас 20 жасар жігітпіз. Сонда көргендігін көпшіліктің аяпамыз қамаққа шақырып, айналайын, бір ердің тұқшайын жігітін жақсы ойлап, қамаққа шақырып сөйлесінеді. Сондай көргендік, сабырлық, сондай далалығын көрген болсын. Енді қайдаласың құлаққа барым деген, мынау бұл солдарды отырған үй, қазір абайлы елді келгенде сол үйді мешіт орнын жасап кетті. Қазір жан-жақсы ықылас деген мешіт болып түсірді. Құдай бұл кісілердің мына балалардың өскеніне иманды инабат бол, қазақ халқына болатын азаматтар шыға беруін Құдай нәсіп етсін. Рахмет баршаңызға. Енді мына сырттан келген қонақтардан Жансейіт деген ағамыз сөз сұрап отыр екен. Жансейіт ағамыз. Ал құрметті жаңағы айтымдестер жанұясын өте жақсы білеміз. Абайында болды. Шүкірмен қатар бірге оқып, бірге тұрып, күн жанұясымен осы үйдің жақсы алдас тұрамыз. Отамыздан өте құрал күніміз отыр. Ағимат дейміз, Рахимат дейміз, Шарипат дейміз, Серігіміз, Айгүн, Елмер Арнаса дейміз. Барлығын сол кішкентай Абайын ауылды мекенінде өстік. Шүкір бауырымыз өте ерте өтсе де ауылға қалдырып кеткен үлкен ескерткіші бар. Ауылдағы үлкен футбол алаңын шұғылдың басшылығымен бастауымен балалардың бәрін ұйымдастырып 5 сом, 3 сом, 10 сомнан ақша жинап сол футбол алаңын салдырамыз. Оны шұғылдың әдебиет шұғылдың алаңын деп айтатынбыз. Оны шұғылдың бір кезінде де айтатынбыз. Міне жастарымызға, балаларымызға сол футбол алаңын бүгінгі күнге дейін қызмет жасауда. Ал мынау Нартай апамыздың қала шарасына үлкен рахмет айтамыз. Барлықтарымыз бірігіп дүниеден өмірден озған бауырларымызды еске алып, бәріміздің басымызды қосып, өткенде кеткенді айтып жатырмыз. Жанұяларымызда, әулеттерімізде жақсылық болсын, қуаныш болсын, той болсын, бәріміз аман болайық, жақсылықпен кездесейік. Рахмет көке, Алла разы болсын. Енді мұнда Шүкір атамыздың әріп танытқан, білім берген ұстазы бар екен. Осында Свет апайымызға сөз өзегін берейін. Апа. Ассалаумалейкум, құрметті жамағат. Бәрі Құдысы Ахметовтар бізде оқыды. Осы менің өте сүйікті қарапайым балаларым. Мен өте ризамын. Бір талай жылы сөздер айттыңыз, есіңізге алып,
құттықтаймыз. Әр тілейтін тілегімізді тілейміз, Алла қабыл етсін. Бәрі айтымбеттердің отбасы аман болсын, сау-саламат жүрсін, бақытты болсын. Айтатын сөзім, кен болсын қазағым келгесі, кетпесін Алланың берген берекесі. Мың алғыс, шексіз, сансыз, тазым үлкен. Алланың мейірімі, рахымы бәрімізге жаңбырдай толып, нұрмен толсын. Әр үйде тек қана жақсылық болсын, нұр болсын, сәттілік болсын. Менің жасыма жетіңдер, 85-темін. Бәріміз менің жасыма жетіп, бақытты болып, жадырап жүріңдер. Сау-саламат болыңдар, құрметте, сыйластықта, бірлікте болайық. Әумин апа, Алла разы болсын. Міне ұстаз сөйлеп жатыр, 85-тегі ана, Алла тағала сіздің жасыңызды берсін. Енді құрметті ағайындар, бір шама сөйлетіп қойын, осымен сөзді аяқтайық. Қала деген ай өткен, патша өткен, батыр өткен, өмірдің ең түбіне өлім жеткен. Қашанғы бөлмейміз де шаттамамыз бөлмесе, ата-бабаң қайда кеткен. Шынымен жаратқаннан жарлық келсе, жұлдызда жерге түсір, аспандағы жұлдызда жерге түсір, аспандағы қартайса жақсы адам дана болар, қосылған жеті өзеннің сағасындай. Қартайса жаман адам саржақ болар, ағаштың жанбай қалған шаласындай. Ағаштың жанбай қалған шаласындай. Қартайса жаман адам саржақ болар, ағаштың жанбай қалған шаласындай. Ағаштың жанбай қалған шаласындай. Жақсылар жақсымын деп айта алмайды, жамандар жақсымын деп айғайлайды. Жүрген соң бауырын тау, күнде көріп таулардың биіктігі байқалмайды. Таулардың биіктігі байқалмайды. Жүрген соң көз алдыңда, күнде көріп таулардың биіктігі байқалмайды. Таулардың биіктігі байқалмайды. Бәрекелді, Алла разы болсын. Енді құрметті ағайындар, міне Ақкөңілдек Сіргені Айтымбетовтер әулеті үлкен ас беріп жатыр. Мұнда 840 қара Kia көлігінің егесі көлікті алсаңыздар екен, өтініш кедергі жасап жатыр екен. 840 Kia көлігінің егесі. Мына ниет қабыл болсын дейміз, ардақты ағайын. Қазір 200-300 адамды жинап ас беру түгіл, 2-3 адамның басын қосуды оңай емес. Сондықтан осындай бір мамыражай кезде елдің басын қосайын, марқұмдарды еске алайын, әруақтарға Құран бағыштайық деп, жақсы, игілікті, ізгі істің басы қасында жүрген осы Айтымбетовтер әулетіне Серік ағамызға Алла разы болсын дейміз. Енді сіздерге басқан қадамдарыңызға алғысын білдірер, ақ тілегін айтар. Осында осы жиынның басы бүгінгі Серік аға өзіңізді ортаға шақырып, бір ауыз сөз кезегін бергенді жөн көріп отырмыз. Рахмет.
құрметті қонақтар, мына сіздер алтын уақыттарыңызды бөліп, мынау астың қасында батаның ішінде болып сауап алайын деп келгеніңізге мыңдап рахмет. Соның ішінде сонау Ресейден келген, Астарадан келген құдағилар, Қарағандыдан келген құдағилар, мінекей барлықтарыңызға мың алғыс. Мына бүгінгі кеш еске алу дейді ғой. Әруақ ырза болмай, тірі байымайды дейді. Мен апам бір жақсы сөз бар еді, Құдайға бер де жалын дейді. Мінекей бәріміз сол көріп отырмыз. Осындай бата алып, көптің тілеуін алып мінекей. Рахмет. Мына бүгінгі еске алу кеші, енді Жамал апаны айтатын болсақ, ол кісі үй шаруаның кісі. Мен бір есімде қалғаны, ол кісі қой сауатын, сосын айран істейтін. Сол дәмі әлі аузымен кетпеген. Өте бір соны тәтті бүгінгі еске алу кешінде айтуға болады. Енді өзіміздің анамыз Нартай дейміз ғой, Нарқыл апамызды, енді апамыз 8 жетімді асырап шықты ғой, Құдайға шүкір, бәрімізді елдің алды қылды, Құдайға шүкір, өсірді, өндірді, бәрімізді оқытты, шоқты мінекей. Құдайға шүкір, апамыз етіктері, сондай шуылдақтарға мыңда бір алғыс, рахмет мінекей, осындай нағашыларың келіп отыр мінекей, апам туысқандары. Апам туысқандарына бір сөз бермеппіз ғой, енді бір апам туысқандан сөз берейік қазір. Раушан әпкеміз бар мінекей. Ал енді шүкір, бауырымыз кеткен болсақ, Шәкең екеуміз тете өстік, шүкір өте бауырмашы көптің жігіт еді. Спортқа Жансейд ағамыз айтып кетті ғой, Абайдың стадионына ат салысқан деді мінекей. Құдайға шүкір мінекей, Абзал деген бауырымыз өмірден еті кетті мінекей. Орында бар оғалар дейді мінекей. Орында бар ана дейді. 3 ұрпағы бар Құдай қаласа. Өсті, өнді. Абзал деген бауырымыз нағыз бизнестің айналдырып, айналдырып, сол қиыншылық заманда ел өрге басып келген кез еді. Дегенмен де мына тіл көз байтын арамыздан еті кетіп қалды. Құдайға шүкір мінекей, балалар бар. Өседі, өнеді, осылар қызығын бірге көрейік. Ал не дейміз, мынау сіздерге тағы да мың алғыс. Сонша жерден келіп, осылай күн ыстығына қарамай, біздің дастарханда отырғандарымызға. Және де осы мен бір сөзімді қолдап, осыны ас береміз дегендегі біздің бауырларымыз сіздерге де мың алғыс. Демеушілік көрсетіп, барлықтарымыз бір кісіде атсалысқан, мінекей тағы да сіздерге мың алғыс мінекей. Сіздерге көп рахмет. Осы алған бата садақалардың бәрі қабыл болсын, деніңіз сау болсын. Енді нағашыларымнан бір Раушан әпкеге бір беріп жіберейін енді. Жатқан жері жанатты көздері болып сіздердің ұрпақтарына үлкен рахмет. Осындай шақырып, барлығыңызға жақсы тілеймін. Ұрпақтары жасай берсін. Жақсы өмір сүре берсін. Бәрімізге Енді осы жерде айтып кету керек, осындай бізге ауылымызға осыны асқана соғып берген Нұрғали деген ініміз арамызда бар ма, Нұрғали? Нұрғали мінекей. Осы азаматқа рахмет мінекей. Осындай көптің басына себепкер болсын, ауылымызға көп батасын алып жүрген. Нұрғали деген орнынан тұрып өзін көрсеткен, осы ініміз болатын мінекей. Біліп жүріңіздер. Рахмет, Алла разы болсын. Ағашылар да сөйледі, құдалар да сөйледі, құда жекжат та сөйледі. Енді Қарқаралы, Қызылорда, Қарағанды деп жатыр. Одан қала берсе мінекей жақын жердегі туған туыс, туғалар, құдалар, кластастар, барлықтарыңызға мың алғыс. Бүгін мінекей анамызды, апаларымызды, бауырларымызды еске алып, осындай жиын өткізіп жатырмыз. Айналайын апатайым, бізді қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, жеткізді, жастай жесір қалды. Бірақ біз әкеміздің жоғын білген жоқпыз. Әкеміздің жоғын білмегеніміз ол шешеміздің даналығы, ақылдылығы, сол кісінің бізді осындай дәрежеге жеткізіп отырған сол кісінің несінде бәртәмін жаңағы әсері. Сол кісінің бізге айтқан әрбір тәрбиесі, берген несі, қызға қыз ретінде, ұлға ұл ретінде тәлім тәрбие берген анамызға мың алғыс. Әруақтар бір алма түсіп жатқан шығар. Мінекей рахмет барлықтарыңызға, келіп алақан шайып отырғандарыңызға. Мына біздің анамыз, апаларымыз, бауырларымыздың рухы қолдап, демеп, жебеп қолдап,
осы көпшіліктің ортасында халықпен бірде қалғайып жүргенімізге Алла нәсіп етсін. Сіздерге де мыңда бір рахмет, уақыттарыңызды бөліп келіп отырғандарыңызға. Әрқайсыларыңыз үйлеріңізде той болсын, жақсылық болсын, тек қана амандықта, жақсылықта бас қосып жүрейік. Мына бүгінгі беріп отырған асымыз қарын болсын. Рахмет, Алла разы болсын. Аман жүріңіз. Енді мынау үлкен жиынның батасын Оразбек көкемізге беріңізейін. Содан кейін мынау садақа өтіп кетейін. Содан кейін мына Кәрім Молдекене Құран оқытып, мына Құранның батасын аламыз. Аумин көкем. Мен сәл түсіндіріп айтымен батады рақымыз ғой. Айтымен біздің бабамыз Мұстафа ауылында жасаған өкінішке орай немере көрмеген, біз ол кісіні көрген жоқпыз. Бай кісі болған екен. 37-ші, 38-ші жылдары ұсталақын болғаннан кейін бір түнде қашып кеткен ол неге. Белгілі құдақ бар екен. Үш бала қыз ғой негізі. Мәдуан бүкені Қайшыбек әден. Сол Мәдуан атамыз бар. Сол жақтан келін алған Әлимен атамыз. Ол белгілі әдіс болды мен атамыз. Сол жақта қалды енді кемпір қалды. Ол жақта топырақ берілді. Үш баласы кейін соғысқа кетті. Мәдуан атамыз қайтып келмеді. Соғыста қалып кетті. Екі баласы келді. Сол қалған ұрпақтар ғой екі баланың Қайшыбек әденнен. Енді алысқа жақыннан келген құдалар жерліктер рахмет. Аспанымыз ашық болсын. Құдай тілектеріңізді берсін. Оқыған Құранның сауаптарына, айтқан сөздің сауаптарына аруақтарға тие берсін. Үлкен рахмет. Тойдан жолыңыздар, жоқ тойдан келіңіздер. Аумин, Аллаху акбар. Аумин, айтқандарыңыз келсін. Алла разы болсын. Енді құрметті ағайындар, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا لا ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Barşamızı жоқтан бар етуші, ұлы құдірет күштің иесі, шексіз құдірет күштің иесі, 18 мың ғаламның жаратушысы,
жаппар иеміз Алла Тағалаға барша мадақ мақтаулар болсын. Екі дүниенің сардары Хабибі сүйіктісі пайғамбарымыздың Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламға сан санасыз сәлем салауаттар болсын. Аллах субханаху ва тағала бүгінгі ағайын туған туыстың басын қосып, игі жақсылардың басын қосып беріп жатқан мынау астың хайыр ихсанның сауабын Аллах Тағала мынау Түлкібасата мешітіміздің жамағатымен бірігіп оқыған хатым құрандарымыздың және балалардың атынан оқылған барша хатым құрандардың сауабын осы жерде әмин деп қол жайып дуа отқан алақан жайып отқан барша ағайын туған туыстардың дұғаларының сауабын я Раббым осы шаңырақтарыңыздан әулеттеріңізден барша құран талап етіп дұға еткен марқұмдарға және арнайы Нарымбет атаның рухына Нарымбетұлы Айтымбет атаның рухына Айтымбет қызы Арызгүл апаның рухына Айтымбет ұлы Әлішбектің рухына және Айтымбет ұлы Әленің рухына Кенжебек қызы Жамалдың рухына Рүстембек қызы Наргүлдің рухына Әлен ұлы Әсәділләнің рухына Әлен ұлы Шүкірдің рухына Оразбек ұлы Абдалдың рухына Айтымбет қызы Алпысгүлдің рухына Лесбай ұлы Званның рухына Лесбай ұлы Сканның рухына Тортай қызы Қаншайымның Скан ұлы Жүжасардың Скан ұлы Жүзбайдың Скан ұлы Бауыржанның Әлібек ұлы Әшірбектің және Сәмбетәлі қызы Фатиманың рухтарына Құдайдан рахым пайғамбарымыздан шапағат болсын. Алла марқұмдарды алдарынан жабылқасын. Лайым Аллама ниеттеріңіздің қабыл, мұраттарыңыз асыл, жүздеріңіз жарық болсын. Ел аман, жұрт тыныш болып, жылдан аман болайық, айлан есен болайық. Аллахумма салли ва саллим ва барик. Алла қабыл етсін. Ал құрметті жақсылар, арнайы басып келген қадамдарыңызға мың алғыс. Осы әулетті сыйлап, осы елді сыйлап, осы шаңырақты сыйлап, Насиебек ағамыз сыйлап келген, марқұмдарды әр уақыт сыйлап келген қадамдарыңызға Алла сауаптан жазсын. Әрқайсыларыңыз осы әулетке, осы шаңыраққа тек тойға келдіңіздер, жиынға келдіңіздер, берекелі басқосуларға келдіңіздер, Құдай қаласа.